Ал ағайын, енді тойымыз той қоласа берсін. Осы Шахан Мусиннің 110 жылдығы бәрімізге құтты болсын. Ал енді Мейрамбек Қызырұлы, келесі құттықтау сөз өзіңізде. Енді бір өз жылы лебізіңізді білдіріп жіберіңіз енді бүгінгі тойға байланысты. Ассалаумағалейкум, ағайын туыс. Көптен күткен тойымызды тойлап жатырмыз. 100 жылдығында тойлайық деген той 110 жылдығына бұйырып тұр екен. Енді Шахан атамыз енді қасиетті тұлға ғой. Май ауданының бір мақтанышы, дара тұлға, тау тұлға деп айтуға болады. Енді көптеген зиялы қауым өкілдерінің қатысуымен сонау Алматыдан өзінің інісі, әріптесі болған, сахнада бірге жүрген Астаналы Әшімов ағамыздың құттықтауын бүгін тыңдадық. Көпшілік қауым сондықтан ол кісіні сондай үлкен мемлекеттік тұлғалар мойындаған, құрметтеген ағамызды май елде құрметтеп төбесіне көтеріп жатыр. Сондықтан бұл той бәрімізге ортақ деп ойлаймын. Енді Шахан атамыздың құрметіне, мерейтойының құрметіне бүгін Шахан сері кітабының тұсауы кесілді. Енді кітапты тек Шахан сері деп атаған жоқпыз. Өйткені сонау ел үшін, елдің қамын жеген өнерпаздардың жалғасы ретінде көреміз Шахан атамызды. Сонау замандардағы ақан серілердің жалғасы деп айтуға болады, ізбасары деп айтуға болады Шахан сері ағамызды. Енді тағы бір тарихи ұқсастық, мұнда өзім қарап отырсам, 1913 жылы ақан сері атамыз өмірден озған екен. Дәл сол күні Шахан сері атамыз өмірге келіпті. Сондықтан бір сері өмірден озса, бір сері өмірге келген екен сол жылы. Сол күрескер ақын атамыздың тойы көпшілік куә болып отырмыз. Бәрімізге құтты болсын. Ауданымыздың бір еңсесін көтеретін, бір серпін беретін той болсын. Той құтты болсын. Тек тойда ғана басымыз қосыла берсін. Рахмет. Көп рахмет, мәке. Сіздермен бірге болған Мейрамбек Қызырұлы, Май ауданының мәслихатының хатшысы. Ал тойда жолығайық, той қоласын.